Сәлем достар! Плюс бәріне керек арнасына қош келдіңіз. Бүгін сіздермен бүйрек ауруларының қандай белгілері бар екені туралы айтатын боламыз. Бүйрек ауруларының сіз білмейтін қандай белгілері бар екенін білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көруіңізді сұраймын. Арнамды жоғалтып алмау үшін тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Бүйрек ауруларының біз мән бермейтін қандай белгілері бар? Сау бүйрек тәулігіне қанды 300 рет тазалау тиіс. Әлемдік статистикада бүйректің созылмалы ауруы өлімге алып келетінін айта кеткен. Қазақстанда бұл дерттің шырмауына түсіп, шырылдап жүрген жандар жетерлік. Сонымен бүйрек зәр өндіріп, оны несеп жолдары арқылы сыртқа шығарумен айналысады. Ағзадағы зат алмасу кезінде пайда болған сұйықтық пен токсиндерді сүзгіден өткізіп, зәрмен бірге айдап жібереді. Сол сияқты қанның қышқылы арттырмаудың алдын алатын қышқыл сілттік тепе-теңдікті реттеп отырады. Бүйрек артериялық қысымды қалыпты ұстап, гормондарды өндіруге атсалысады. Сонымен қоса, бүйрек Д дәруменін өндіріп, қандағы кальцийдің көрсеткішіне ықпал етуге қауқарлы. Бұл дәрумен сүйектің мықтылығын сақтауға көмектеседі. Бүйрек күніне 24 сағат артық сұйықтық пен зат алмасудан қалған токсиндерді шығарып отырады. Сау бүйрек тәулігіне қанды 300 рет тазалауға қауқарлы болса, орташа есеппен 1,5 литр қан әр күн сайын бүйрек арқылы өтіп тұрады. Өзіміздің ісігі бас ауруы мен шаршаудың өзі дәрігерге көрінудің алғашқы белгілері екенін біле бермейміз. Ағзамыздың сүзгісі болған бүйрекке инфекция, созылмалы дерттер, нашар экологиялық ахуал, дәрілер, тағамдық токсиндер, темекі тарту, алкоголь, салауатты өмір салтын сақтамаудың барлығы де осы бүйрек ауруына әсер етеді. Бүйрек аурулары көбінесе білінбей жүріп пайда болады. Алайда адамдар сол белгілердің несеп жыныс жүйесіне тікелей қатысы барында назар аудармай жатады. Бүйрек ауыратын адамдардың 96% уақыт өткізіп алғандықтан жүрек қан тамыр ауруларына да шалдығып жатады. Зәрдегі көбік нені білдіреді? Зәр қатты қыстап, дәрет сындырғанда көбіктің пайда болуы қалыпты жағдай. Ал оған қосымша аурулардың қосылуы бар болса, алаңдауыңызға жақсы себеп. Дәрігерлер көбіктің зәрдегі ақуыз бен токсиндердің болмағанынан хабар беретінін айтады. Бұл бүйректің дұрыс жұмыс жасамауына, әртүрлі қосындылар мен қан құрамын сүзгіден өткізудегі бұзылыстардың болғаны деп есептейді. Ал зәрдің түсі ақ сарыдан бастап қою кәріптас түске, яғни янтарный түс болатын болса, оның түсін өзгертуге кейбір жеген тағамдарымыз әсер етіп жатады. Мәселен, қызылша, жидек, фасоль, дәрі-дәрмектер зәрді сарғылт, қоңыр, қызыл тіпті жасыл көк түске бояп жіберуі мүмкін. Ал мұндағы басты мәселе, жоғарыдағы тағамдарымыз зәрдің қызыл түске енуіне мүмкіндік жасайды. Мұндай жағдайда жылдамырақ дәрігерге барыңыз. Ал мұндағы басты мәселе жоғарыдағы тағамдарсыз зәрдің қызыл түске енуі. Дәрігерге жүгіруге, мұндай жағдайда жылдамырақ дәрігерге баруыңыз қажет. Егер де зәріңіз тұнық болмаса, бұл бүйректегі тастан немесе несеп шығару жүйесіндегі инфекциядан хабар беретінін білдіреді. Тұнықтығын бұзатын тағы бір себеп зәрдің сусыздануы, яғни қоюланып кетуі. Мұндай жайсыздықты байқасаңыз, көбірек су ішуге тырысыңыз. Бірнеше литр сұйықтық зәріңізді қайта мөлдірлік қалпына келтірсе, бәрі дұрыс деген сөз. Егер олай болмаған жағдайда міндетті түрде нефролог маманының көмегіне жүгініңіз. Егер де сіздің беліңіз ауырып
Беліңіз ауырып, ауырсыну сезімі арқада пайда болса, қабырға астында омыртқа жотасының оң және сол жақ бөлігіне берілсе, ол кейде ішкі және жыныс жолдарына дейін жетіп жатады. Бұл ауруды омыртқамен байланыстырып, шатастырып алу көптеп кездеседі. Олай қателесуге болмайды. Ауруды одан әрмен асқындырып алмас үшін кәсіби көмек, яғни дәрігерге жолығу керек. Бүйрек эритроциттердің құрылуын бақылайтын эритропоетин гормонын өндіреді. Оның аздығы анемия, әлсіздік пен шаршауға алып келеді. Бұл бүйректі тексеруден өткізуге алғашқы себеп екенін ескеріңіз. Бас ауруы мен бастың айналуы бүйрек жұмысының бұзылысынан ағзаға жиналып қалған токсиндер мидың дұрыс жұмыс жасауына кедергі келтіреді. Бұл есте сақтау қабілетін нашарлатып, бастың ауруы мен айналуына себеп болады. Оған дейін жеңіл атқарып жүрген жұмыстарыңыз қиынға соғып кеткен жағдайда көп күшті талап етпеңіз. Бүйрек жұмысының нашарлауынан анемия мен басқа да асқыну процестері артып кетеді. Егер бұл симптомдар жиі мазаңызды алса, несеп шығару жүйесін тексеру қажет болады. Тамаққа дейін және тамақтан кейін жүрегіңіз айныса, бұған тамақтан улану немесе асқазан жолдарындағы бұзылыстардың қатысы жоқ болған жағдайда бүйрегіңізді тексертіңіз. Ағзаға түсіп жатқан зиянды заттарды сүзгіден өткізуге оның шамасы келмей жатқан болар. Алдымен лоқсудың басқа да себептерін сызып тастау үшін терапевтке барып, одан соң нефрологқа көрінуіңіз қажет. Жиі зәр шығаратын болсаңыз, бұл жайсыздыққа несеп шығару жолдарының кез келген ауруы себепкер болуы ықтимал. Ал дәл бүйрекке қатысты айтар болсақ, инфекция, яғни пиелонефрит, тастың пайда болуы немесе ағзадағы сұйықтықтың тепе-теңдігін сақтайтын функцияның бұзылысы адамдарды әуре-сарсаңға салып жатады. Егер де ісініп кетсеңіз, бұл ағзада сұйықтық кідіріп қалғанда болатын жайсыздық. Оның кесірінен аяқ пен көздің айналасы ісініп шыға келеді. Ісіктің өзі сізде шынымен бір аурудың барын анықтап бере алмайды. Тұзды тамақ жеу, бір орында ұзақ отыру, кейбір дәрі-дәрмектер адам денесінің ісініп толуына алып келеді. Әйелдерде ішке қабылдаған су, етеккір немесе аяғы ауыр кезінде ағзада ұзақ сақталуы мүмкін. Ал ісіктің беті қайтпай жиі белгі бере беруі бүйректегі проблема деген сөз. Теріңіз құрғап, жиі қышынып кететін болса, бүйректің қандағы құнарлы заттар мен минералдар тепе-теңдігін сақтай алмауынан, токсиндер мен артық сұйықтық сыртқа шығару кезінде проблемаларға тап болады. Сондықтан теріні құрғақтандырып жібереді. Әрине, теріміздің түрленуіне одан да басқа толып жатқан сыртқы факторлар әсер етуі мүмкін. Бар мәселе бүйректен болса, оны міндетті түрде шешу қажет. Артериялық қысымыңыз лезде көтеріліп кететін болса, бүйрек адамның гормоналды жүйесінің басты қозғаушы күштерінің бірі болып табылады. Ол қысым мен ағзадағы қан көлемін реттеуші. Сол себепті олардың жұмысындағы бұзылыс гипертонияның ұстамасына алып келуі мүмкін. Айтпақшы, бұл белгі ілгеріде атап өткен белгілермен қатар пайда болса ғана бүйректің жұмысындағы проблемалардан хабар береді. Үнемі тоңып, дірілдеп, себепсіз қысымның жоғарылап кетуі бүйректегі бұзылыстардың әсері деп біліңіз. Дәрігерлер адам температурасы бүйректің қабынуынан, әсіресе пиелонефритте көтеріледі деп айтады. Ілгерідегі симптомдарды байқасаңыз, уролог немесе нефролог көрініп, зәр мен қанға анализ тапсырғаныңыз жөн. Сол сияқты көпшілігіміз зәрге анализ тапсырып, жақсы нәтижесін көрсек, бүйректің халі жақсы екен деп іштей ой қорытуға құмармыз.
Алайда ол көрсеткіш жалпы диагностикаға жарамайды. Бүйрек жұмысына сенімді болу үшін жылына 1-2 рет зәр, қан анализін тапсыру қажет. Міне содан кейін ғана бүйректің жұмысын бағалауға болады. Көптеген бүйрек аурулары асқынып әбден әлекке салуы мүмкін. Сол үшін жоғарыда аталған симптомдарды елемей жүрмеңіз. Бүйрегіміз жақсы жұмыс жасау үшін не істеу керек? Әрине, ең алдымен дұрыс тамақтану. Адам ағзасының сүзгісі сіздің дұрыс тамақтанғаныңызға алғыс білдіретін болады. Сондықтан рационыңыздан қақталған, тұщы, қуырылған тағамдарды алып тастап, сәбіз, алма, тәтті бұрыш, асқабақ, шпинат, басқа да көкөністерді көбірек енгізіңіз. Сондай-ақ күнделікті таза су ішу. Күн сайын 1,5-2 литр су ішуге тырысыңыз. Ол бүйректің зиянды токсиндерді тезірек шығаруына көмек тигізеді. Алайда суды бірден көп мөлшерде ішпеу керек және түнгі уақытта аз қабылдауға тырысыңыз. Ал емдік минералды судың көмегіне тек дәрігердің тағайындауымен ғана жүгінгеніңіз жөн. Бүйректе тастың пайда болуына көп мөлшердегі кофе мен алкоголь әкеп соғады. Бүйректі тазалауда балдыркөктің пайдасы өте көп. Оның шырынын бүйрек аурулары кезінде ішуге кеңес береді. Ал ісік пен бүйректегі тасқа қарбыздан жасалған сусынның көмегі көп болмақ. Ол үшін пеште, яғни духовкада қарбыздың қабығын кептіріп алып, ұсақтап жібереміз де 5 минутқа суға қайнатып аламыз. Суыған соң күніне 2-4 рет қабылдай беруге болады. Егер бұған дейін бүйрек ауруларының бірнеше шалдыққан болсаңыз, дәрігерге барып, профилактикадан өткеніңіз дұрыс. Емделу кезінде бүйректе дерті бар жандарға арнайы емдік шараларын қолданған дұрыс. Мәселен, судан раушаны негізінде жасалған препараттың цистит кезінде шипасы көп болмақ. Бұл өсімдік иммунитет түскенде бактериялармен күресуге ықпал етеді және суық тигенде ауру тудыратын микробтардың пайда болуының алдын алып таралуына жол бермейді. Биік өкшелі аяқ киіммен ұзақ жүру жамбас сүйегіне зиян келтірмек. Ол өз кезегінде бүйректің жұмысына әсер етеді. Сондықтан биік өкшелі туфлилерді киетін нәзік жандыларға ара-тұра аяқты демалтып тұруға кеңес беріледі. Онымен қоса тар шалбар киюден де сақтану керек. Оның кесірінен қан айналымы кедергіге ұшырап, бүйрекке оттегі қажетті деңгейде жетпей қалады. Суық ауа райында аяқтың тоңбауын қамтамасыз етіп жүріңіз. Сол сияқты жылы киімнің де маңызы зор. Ең бастысы бүйрекке суық тигізіп алмауды ойлау қажет. Ал физикалық белсенділік арқылы тек бүйректің саулығы ғана емес, барлық дене мүшелеріміздің пайдасына көп жарайтынын жақсы білеміз. Көптеген ауруларды емдеу үшін жаяу жүру мен суда жүзуге кеңес беріледі. Оған қоса футболмен айналысып, белге валик арқылы жаттығу жасау қажет. Ал бүйректің саулығын қамтамасыз ету үшін белсенді түрде белді айналдыра билегеніңіз жөн. Бұл жерде айта кететін маңызды жай, өз-өзіңізді емдеумен айналысудың қажеті жоқ. Тіпті зиянды әсері болмайды деген дәрілердің өзін бүйрегіміз жақтырмай қалуы мүмкін. Сол себептен ең алдымен дәрігеріңізбен кеңесіп, жүйелі емдік шараларды өтіп, тағайындаған препараттарды ғана ішкеніңіз абзал. Өз денсаулықтарыңызды күтіңіздер, әрқашан ауырмай, шапқылап жүріңіздер. Сіздермен бірге плюс бәріне керек арнасы. Келесі шығарылымдар тек сіздер үшін.